Құрметті менің каналым оқырмандары, каналыма қош келдіңіздер. 6 сынып сіздерге есептерді түсіндіретін боламын. Көптеген есептерді шығару жолдарымен көрсетіп жатырмын. Өте жеңіл жолдармен каналға жазылып, достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Қазір 110 есепті түсіндірейін. Токар 5 айда жылдық жоспардың 47,5%-ын орындады. Токар осындай тұрақты жұмыс өнімділігімен 12 айда жылдық жоспарды неше процентте орындайды? Яғни процент орындайды деп тұр. Енді есептің міндетті түрде мәтінмен берілгендіктен біз шартын жазуымыз керек. 5 айда 47,5%, 12 айда x пайыз, немесе процент десек те болады. Енді x-ті табу керек бұл жерде. Яғни x-ті табу үшін мына екі санды көбейтеміз. X тең алымына жазамыз. 12 көбейтілген 47,5 бөлшектің бөліміне 5-ті жазамыз. Екеуін көбейтетін болсақ, бізде 570 болады. 570-ті 5-ке бөлетін болсақ, бізде 114% болады екен. Яғни бұл жерде В жауабы. Жауабы 114%. Ұзындықтары әртүрлі, ендері бірде екі тік төртбұрыш берілген. Бірінші тік төртбұрыштың ұзындығы 10,2 см, ауданы 51 см квадрат. Екінші тік төртбұрыштың ұзындығы 6,8 см. Екінші тік төртбұрыштың ауданын табыңдар дейді. Міндетті түрде бірінші шартын жазайық. Шартында бізде 10,2 см, ол бізде 51 см квадрат. Енді 6,8 см x сантиметр квадрат, яғни x табуымыз керек. X-ті табу үшін біз мұна екі санды көбейтеміз, яғни 6,8-ді 51-ге көбейтеміз. Шыққан санды 10,2-ке бөлеміз. Көбейткен кезде бізде 346,8 бөлшектің бөлімде 10,2 бөлген кезде 34 шығады екен. Сонымен жауабы 34 см квадрат. Алтын мен күмістің қоспасынан қорытпа дайындалды. Ондағы алтынның массасының күмістің массасына қатынасы 3/5 қатынасындай. Қорытындыдағы күміс алтыннан 12 граммға артық. Қорытпаның массасы неше грамм, және қорытпадағы алтын неше грамм деп сұрайды. Ал бірінші міндетті түрде шартын жазып алайық, яғни алтынның күміске қатынасы 3/5 қатынасындай. Енді бізде алтын 3x деп алуға болады, күмісті 5x деп алуға болады. Енді бізде сұрақ: қоспа қанша грамм, алтын қанша грамм дейді. Енді шешуі бізде тағы да бір нәрсе айтты. Яғни күміс алтыннан көп болып тұр. Қанша граммға көп болып тұр? 12 граммға көп болып тұр. Яғни біз оны 5x-тан 3x-ті аламыз да 12-ке теңестіреміз. Алсақ бізде 2x болады, 12 болады. Сонымен x тең 12-ні 2-ке бөлетін болсақ 6 болады екен. Енді бізде
алтынды біз 3х деп алсақ, онда 3 көбейтілген 6 тең 18. Яғни біздің алтынымыздың граммы 18 болды. Күмісті табайық. Күмісті біз 5х деп алдық қоя. Онда 5 көбейтілген 6 тең 30 грамм. Яғни күміс 30 грамм болып тұр. Енді бізде қоспаны сұрап тұр. Бірінші деп қояйық. Екінші, қоспа бізде қанша грамм екен табу үшін 18-ге 30-ды қосамыз, бізде 48 болады. 48 грамм бұл бізде қоспаның граммы. Сонымен жауабын жазайық. Жауабы қоспаның граммы бізде 48 грамм, ал алтынымыз 18 грамм екен. 113-ші есепте бізде бірдей уақыт аралығында велосипедші 20 км қашықтыққа барғанда, мотоциклші 52 км қашықтыққа барады. Велосипедші 25 км қашықтыққа барғанда, мотоциклші неше километр қашықтыққа барады деп сұрап тұр. Енді жазайық. Бізде велосипедші және мотоциклші бар, иә. Велосипедші 20 километр жүргенде, мотоцикл 52 километр жүреді. Велосипедші 25 километр жүрген кезде, бізде x километр. Енді бұл жерден шешуі x-ті табуымыз керек. X табу үшін біз 25-ті 52-ге көбейтемізді 20-ға бөледі екенбіз. Екеуін көбейтетін болсақ, бізде 1300 болады. Оны 20-ға бөлеміз, нөлдерін жібереміз. 130-ды 2-ге бөлсек, бізде 60 болады екен. Сонымен жауабы 65 километр. Ұзындығы 18 метр, ені 0,75 метр матадан 15 жастық тысы тігілді. Ені 1,2 матадан 22 жастық тысын тігу үшін ұзындығы неше метр мата керек дейді. Бірінші есептің шартын жазып алайық. Бізде енді 4 бұрыш қой. 4 бұрыштың бізде А, В, яғни бұл жерде ауданы тап десе, біз аны В-ға көбейтеміз. Бұны біз төменгі класстан білеміз. Енді бізде В тең 18 метр болса, онда А дегеніміз 0,175 метр. Осы екеуінен, яғни ұзындығы ені беріліп тұр ғой, 15 жастық. Енді ары қарай кеттік. Ұзындығы белгісіз x метр, ал ені белгілі 1,2 метр. Осыдан бізде 22 жастық тігілген. Енді бізде бұны сұрап тұр, яғни бізде x деп қойып тұрмыз. Осы сұрақ. Шешуі. Яғни бізде А көбейтілген В деген формуланы білеміз. Сол себепті 18-ді көбейтем 0,175-ке. Оны 15-ке теңестіремін. 1,2-ні x-ке, яғни 22. Енді екеуін көбейтеміз. Екеуін көбейтетін болсақ, бізде енді бұл жерде 1,2x-ті табу үшін мұна екеуін көбейтемізді, мұна 15-ке бөлеміз. Яғни 18-ді көбейтем 0,175-ке, 5-ке көбейтеміз. Оны шыққан санды 22-ке көбейтемізді, 15-ке бөлеміз. Ал есептейік, бөлшектің алымы бізде 297 болады, 297, бөлшектің бөлімі 15. Енді бұл жерде x табуымыз керек. X табу үшін 19,8-ді 1,2-ке бөлеміз. Сол кезде бізде 16,5 шығады екен.
жауабы 16,5 мата керек екен. 115-ші есепте тік бұрышты параллелепипед берілген. Бізде параллелепипедтің суретін салайық. Параллелепипед деп отырғанымыз спичканың қорабы. Биіктігі, яғни көлемі. Ал бастайық. Бізде бірінші биіктігі алғашқысында 5 сантиметр болды дейді. Сол кезде оның көлемі 105 сантиметр куб болды. Одан кейін сол биіктікті 80%-ға ұзарттық дейді. 80%-ға ұзарттық деген сөз бізде 100%-дің үстіне 80%-ды қосамыз, бізде 180% болады. 180% дегеніміз, енді осы 180%-ді жай санға айналдыратын болсақ, онда біз бөлшекке айналдыратын болсақ, онда біз бөлу жұмысын жүргіземіз. 18-ді 10-ға бөлетін болсақ, 1,8 болады екен. Яғни екінші рет дейді. Осы 5-ті 1,8-ге көбейтейік. Сантиметр болған кезде бізде V2 қанша сантиметр куб болады дейді. Енді есептейік. Шешуі 5 сантиметр 105 сантиметр куб. 5 көбейтілген 1,8 сызықша x сантиметр куб. Енді бұл жерде x табу үшін біз мына x санды, яғни 5 көбейтілген 1,8 көбейтілген 105. Оны 5-ке бөлеміз. 5 пен 5-ті қысқартып жібереміз. Екеуін көбейтетін болсақ, мына 2 санды көбейтетін болсақ, бізде 189 болады екен. Сонымен жауабы 189 сантиметр куб бізге көлем болады екен. 116 есептің бірінші берілгенін жазайық. 1,4 бөлу 2,3-1 тең болады 0,2 x бөлінген 3. Енді біз 14 бөлінген 10 деп жазуға болады. Көбейтілген, көбейтіп қосқан кезде 3-тен 7 болады. Тең болады 2 бөлінген 10 x деп жазуға болады. Көбейтілген 3-тен 1 деп жазсақ болады. Енді мына жерде қысқарту жұмысын жүргізейік. Бізде бөлу жұмысы мына жерде. Енді көбейту жұмысын жүргізген кезде бұл жерде қысқарту болады. Екеуінде 2-ге қысқартып жіберейік. 2-ге қысқартатын болсақ 7 болады. Бөлшектің бөлімі 5 болады. Көбейтілген ауысады. 7-ден 3 болды. Тең. Мына жерде де 2-ге қысқартып жіберейік. Сонда 5-тен 1 x болады. Көбейтілген 3-тен 1. 7 мен 7 қысқарып кетті. Теңдіктің екі жағында 5-тен 1-ге қысқартып жіберуге болады. Немесе 5-ке көбейтіп жіберуге болады десек. Сол кезде мына жақта 5 пен 5 қысқарып кетеді. 3 қалады. Мына жақта 5 пен 5 қысқарып кетеді. X бөлінген 3 қалады. Енді осы жерден x табу үшін 3-ті 3-ке көбейтеміз, 9 болады екен. 2,7-ден 1 бөлу 2,5 тең 8,4 бөлу 7x. Ал бастайық. Бірінші бөлшекті айналдырамыз. Сонда 7-де 15 болады. Бөлу 5 бөлінген, яғни 5-ті 2-ге бөлесем 2,5 болады. Тең болады
84 бөлінген 10. Так, енді мына жерде көбейтуге айналдырып 7х деп жазсақ болады. Енді бұл жерде бірінші бөлшек сол күйі тұрады. 7-ден 15 көбейтілген ауысады. Так, мына жерде қысқарту жұмысын жіберуге болады. 2-ге қысқарту жіберейік. Сонда 42 бөлшектің бөлімі 5 болады. Көбейтілген 1 бөлінген 7х болады. Екеуі қысқарып кетеді, 6 болады. Так, мына жақта екеуі қысқарады, 3 болады. Так, теңдіктің екі жағында 6-тан 1-ге көбейтіп жіберейік, немесе бір жазып жіберейікші. 6 бөлінген 7 тең болады 6 бөлінген 5 көбейтілген 1 бөлінген х. Теңдіктің екі жағында 6-тан 1-ге көбейтейік. Сол кезде бұл жақта 7-ден 1 тең 1 бөлінген 5х болады. Екеуінің орындарын ауыстырайық. Сонда 5х тең 7, х тең болады 7-ні 5-ге бөлеміз. Бізде 1,4 болады екен. Келесі үшінші есепке 4,5х бөлу 2,7 тең 9 бөлу 1,8. 9 бөлінген 2 деп жазсақ болады. Х бөлу 27 бөлінген 10 тең 9 бөлінген 1,8 деп жазуға болады. Ары қарай кеттік. 9х бөлінген 2 көбейтілген орындары ауысады. 9 бөлінген 1,8. Қысқарту жұмысын жүргіземіз. Мына жақта екі жағында 9-ға бөлсек 3 болады. Екеуінде 2-ге бөлсек 5 болады екен. Сонымен жауабы 5х бөлінген 3 тең болады 9 бөлінген 1,8. Х табу үшін 9 бөлінген 1,8-ге теңейміз. 3 9-бен көбейтіледі. 5 1,8-бен көбейтіледі. Екеуін көбейтетін болсақ 27 болады. Бөлшектің бөлімі 9 болады. 27-ні 9-ға бөлсек 3 болады екен. Жауабы 3. 7,3-ден 1 бөлу 1,6-дан 5 тең 0,6х бөлу 0,175. Айналдыру жұмысын жүргізейік. 3-тен 22 бөлу 6 көбейтіп қоссақ 11 болады. Тең болады 6х бөлінген 10 бөлу 3 бөлінген 4 болды. Ары қарай кеттік. Бірінші бөлшек сол күйі тұрады. Екінші бөлшек кері ауысады. Бірінші бөлшек сол күйі тұрады. Екінші бөлшек кері ауысады. Қысқарту жұмысын жүрейік. Так, мына жерде 2 болады. Так, мына екеуі қысқартатын болсақ 2 болады. Бұл жақта 4 қалды, Енді мына жақтан екеуін қысқартатын болсақ, мына жақта 2 болады. Екеуінде 3-ке бөліп жібереміз. Екеуінде 2-ке бөлетін болсақ, мына жақта 5 болады. 2 болады. Сонымен бұл жақта 4х бөлшектің бөлімде 5 болады. Енді х табуымыз керек. Х табу үшін кез келген бүтін санның астында 1 бар, яғни 4 пен 1-ді көбейтеміз. 4 бөлінген 4, 5 пен 4-ті көбейтеміз. Көбейтілген 5. 4 пен 4 қысқарып кетеді, жауабы 5 болады екен. Сонымен жауабы 5. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Жақсы, сау сәлеметте болыңыздар.